Бүгін біз өткендегі «Чужой земля» сериалының 3-4 сериаларына шолу жасаймыз. Өткенде қызық жермен біткен еді. Ондай болса, осы бейнені аяғына дейін көрейік. Кеттік ендеше. Кирш сол компьютерден ақпараттарды қарап тұр. Нипс болса өзіне атылған 8 аяқ мутант көзге қарап тұрады. Әлгісі оған атылғаннан кейін бірдеңе өзгергендей ойланып тұрады. Вой кавалер бастығы бұларға байланысқа шығады да тауып алған заттарының бәрін әкеліңдер деп бұйырады. Венди сол ағасының артынан кетті. Сөйтіп, бір контейнердің ішінен ағасын тауып алады. Оны ксеноморф байлап қойыпты. Венди ағасының қолын босатады. Бір кезде бөтен ағай келеді. Венди сонда төбелесемін деп дайын тұра қалады. Бөтен болса контейнердің үстіне мініп алады. Осы кезде Венди пышақты төбеге тығып бөтенді жарақаттайды. Оның күйдіретін қышқыл қаны ағады. Надо выбираться отсюда. Бір кезде бөтен контейнерді қимылдатып төңкере бастайды. Сосын Сиджейді бір беріп ұшырып жібереді. Оның үстіне қарай мініп алып өлтірмек еді. Бір кезде Венди ілгегі бар темірмен бөтеннің аузынан ұстап алады. Оны келесі бөлмеге кіргізе бастайды. Ағасына есікті жап деп айғайлайды. Сиджей асығып келіп есікті жаппақ еді. Алайда бөтен Вендиді тартып әкетеді. Сиджей бірден қайтадан есікті ашады. Қараса Венди бөтеннің басын кесіп түсіріпті. Алайда Вендидің өзі жарақаттанады. Оның қасына денесін жаралатып алған ағасы Сиджейді әлсіреп жатып қалады. Слайдер болса сол жұмыртқалардың қасында тұр. Бір түрлі дыбыстар естіледі. Слайдер шошып тұр. Бір кезде Сми деген досы келеді. Слайдер болса ашуланады. Сен мені шошыттың ғой дейді. Артынан Сми таңғалады. Бұл не деп сұрайды. Слайдер болса, бұлар жұмыртқалар дейді. Сми болса, біз 8 аяқты бірнеше көзімен паразитті ұстадық дейді. Оған Слайдер, біз болсақ үлкен бөтенді көрдік. Ол Вендидің ағасын алып кетті. Венди олардың артынан кетті дейді. Екеуі бір-бірімен сөйлесіп тұрғанда әлгі андроид Морров қаруымен келеді. Қолдарыңды көтеріңдер дейді. Әлгілер болса қорқып тұр. Қылықтары балалардікі сияқты болғасын Морров қаруын қоя салады. Сосын не істеп жүрсіңдер деп сұрайды. Мыналар болса сол компаниядан келгенін айтады. Кирштің бұйрығымен жүрміз. Зерттеуге заттарды алып кетеміз дейді. Оған Киров, мына жұмыртқалар сендердікі емес, менікі дейді. Содан кейін Морров компьютердегі жад толы ақпаратты өзінің денесіне көшіре бастайды. Толық ақпарат жинап алған Морров одан да күшті болады. Ол Слайдерге қарап, сендер синтетика адамдарсыңдар екен ғой дейді. Слайдер мойындағысы келмей тұр. Сонда Морров оған қолындағы қаруын шығарып, мойнына тірейді. Осы кезде тура Киршті жетіп келеді. Тез арада мыналарды жібер дейді. Кирш сөйтсе Морровты таниды екен. Морров біз білетін Ютани корпорациясына жұмыс істейді. Кирш болса бәрін білетін айтып тұр. Осы арада Морров Слайдердің мойнына із қалдырып, сол жерге байланысатын жучок қалдырып кетеді. Сосын өзі қашып кетеді. Вой кавалердің қызметкерлері келіп, жаралы Венди мен Сиджейді алып кетеді. Одан кейін Кирштің басшылығымен синтетикалық балалар бүкіл тауып алған тіршілік иелерін алып шығады. Олардың барлығын тікелей Вой кавалердің зерттемелік орталығына апарады. Вендиді бірден Артур деген дәрігер ғалым алып кетеді. Вой кавалер болса ксеноморфты көріп қуанады. Артур болса Вендидің денесін тексереді. Қайта бәрі жақсы екен. Синтетика адамдары 8 көзді 8 аяқты әкеліп қарап тұрады. Кирш болса ерекше таңғалып қарайды. Ол өзінің әскерлерін жібере салады. Осы кезде Вой кавалер келеді. Ол жұмыртқаға қызығып қарайды. Жұмыртқа ашылайын деп тұр екен. Сонда Кирш Войды сыртқа шығарады. Бұл сізге қауіпті. Оның ішінен жүгірмек секіру мүмкін дейді. Енді тек қана осы бөлмеге синтетикалық адамдар ғана кіре алады. Слайдер мен Сми отыр еді. Қасына Вой кавалердің көмекшісі Атом деген кісі келеді. Ол Слайдерден не болған сұрайды. Сендер көрген қызметкер туралы айтып берші дейді. Слайдер болса, оның қолында пышақ болды дейді. Атом біраз сұрақ қойғасын кетіп қалады. Ал Слайдер мен Сми екеуі сәл уайымдап қалады. Сырт жақтан Кирш күдікті түрде Слайдерге қарап тұр.
Түнге қарай көшеде Морров кетіп бара жатады. Ол Ютаниге қоңырау шалады. Мен жұмыртқалардан айырып қалдым дейді. Морров осы Ютанидің әжесімен жақсы жұмыс істеген еді. Сондықтан осы корпорацияға байланысқа шықты. Вой Кавалер болса кабинетінде отыр. Ол жерге Синтез Карли келеді. Вой Кавалер болса Карлиден арманын сұрайды. Кім болғың келеді дейді. Оған Карли: сіз сияқты ғалым болғым келеді деп жауап береді. Слайдер бөлмесіне отыр еді. Кенет оған Морров байланысқа шығады. Слайдер болса дауыстың қайдан шығып жатқанын түсінбейді. Мені мазаламаш деп жылайды. Оған Морров психологиялық түрде келіп, оның сеніміне кіріп алады. Баламен манипуляция жасау оңайлау ғой. Бұны Морров біледі. Ол Морровпен сөйлеседі. Екеуміз дос болайық деп жайылып сөзге тарта бастайды. Мне пора. Да, конечно. Поговорим Нет! завтра. Нет. Тағы да сөйлесеміз дейді. Нейпс болса коридорда өз бетімен жүр. Сол 8 көзді 8 аяқ атылғаннан кейін бір түрлі болып жүр. Венди болса ақыры есін жиып оянады. Сосын бір түрлі дыбыстарды естіп сол жаққа барады. Осы кезде оның ағасы Сиджейге ота жасалынып жатыр. Оның өкпесі жарамсыз болғасын басқа өкпе ауыстырады. Венди болса зерттемелік бөлмеге бірақ барады. Дыбыс сол жақтан шығып жатыр. Сөйтсе Кирш бір жұмыртқаны тесіп, оның ішінен бетке жабысатын сүлікті суырып алмақшы. Бұның бәрін Венди сезіп тұр. Сүліктің жан айқайын Венди естіп қиналады. Кирш болса жаңағы бетке жабысатынын ішін кеседі. Оның ішінен ұрық тауып алады. Жыбырлап тұр. Венди бұл жерге келіп бәрін көріп талып қалады. Дәл осы кезде Сиджейге ота жасалып біткен еді. Оның бұрынғы өкпесіне жаңағы ұрықты жібереді. Венди болса көзін ашып бір оянады да сосын ұйықтап қалады. Біраздан кейін оны бөлмеге жеткізеді. Кирш келеді. Одан кейін Вой Кавалер келеді. Вой Кавалер болса Киршті жібере салады да өзі қалады. Уақытша Вендидің есту қабілетін сөндіріпті. Олар өзара сөйлеседі. Не болып қалды екен дейді. Біраздан кейін бұл бөлмеге Сиджей ағасы келеді. Ота сәтті өтті. Денсаулығы бәрі жақсы екен. Вой Кавалер болса онымен танысып, өзінің кім екенін айтады. Венди болса зертханада бір түрлі дыбыс болды. Мен соны естіп қалып талып қалдым дейді. Сиджей дегені өзі біздің мобилограф Кран Талапбекке ұқсайды ма бірдеңе, е? Келсеңдер комментке жазыңыздаршы. Кейін олар Вендидің есту қабілетін қайтарады. Сосын ақырындап біртіндеп қосып не естіп тұрған сұрайды. Сонда Венди: мен олардың дауыстарын ести аламын, олармен тіл табыса аламын дейді. Бұндай сөз Вой Кавалер үшін таптырмас жаңалық болды. Оған қызық болады. Сенің есіңде олардың дыбыстары қалды ма? Сен олардың тілімен сөйлей аласың ба дейді. Сонда Венди ксеноморфтар сияқты дыбыс шығарады. Мына тұрғандардың бәрі таңғалады. Вой тіпті қуанады. Артур болса Вендиге сәл демалу керек дейді. Осы кезде Сиджей ағасы Вендиге қарап: бөлмеңді көрсет аласың ба деп қалады. Екеуі сосын бөлмелеріне кетеді. Мұнда қалған Вой Кавалер өзінің көмекшісіне қарап: оның ағасы бізде қала берсін, алайда ол бізге жұмыс істейтін болады дейді. Венди болса ағасына өзінің бөлмесін және салған суреттерін көрсетеді. Сиджей болса Вендиге жақындап кешірім сұрайды. Сен ауырып жатқанда мен келе алмадым. Жердің басқа жағында болдым. Егер келе алғанда міндетті түрде саған келер едім дейді. Слайдер болса далада серуендеп кетіп бара жатар. Оны Кирш аңдып қарап тұр. Алдыңғы Морровтың Слайдердің мойнынан қалдырып кеткен ізін есіне түсіреді. Слайдер алысқа барып судың жағасына келіп отырады. Оған тағы да Морров байланысқа шығады. Екеуміз доспыз ғой, менің айтқанымды жасайсың ғой дейді. Бала болғасын Слайдер я деп көніп отыр. Морров болса өзінің есімін айтып өтірік сеніміне кіреді. Содан кейін қиын тапсырма береді. Зертханалық бөлмедегі жұмыртқаларды мен үшін алып кете аласың ба дейді. Оған Слайдер: жоқ, мен бұндайды жасай алмаймын деп жауап береді. Морров болса: сен ұрлықты жек көресің ғой, ұрлау деген дұрыс емес. Ал олар менің затымды ұрлады. Сен егер оны алып кетіп маған қайтарсаң, ұрлық жасаған болмайсың, жақсылық жасаған боласың дейді. Морровтың әдемі сөзіне Слайдер көне бастайды. Осылайша Слайдер қыдырып бөлмесіне келсе, Кирш тұр екен. Ол әдейі енді Слайдерді тексереді. Егер мен саған бұйрық берсем орындайсың ба? Тіпті ол бұйрық жамандық болса да дейді.
Слайдер түсінбей тұр. Сонда Кирш, мысалы мен достарының біреуін жамандыққа итермелесем, саған да сондайға бұйырсам жасайсың ба дейді. Сонда Слайдер, жоқ, мен достарыма көмектесем дейді. Кирш болса түсінікті деп кетіп қалады. Зертханалық бөлмеде бір марқа қой тұр. Бір кезде мына адамдар оның бөлмесіне әлгі 8 көзді 8 аяқты жібереді. Ол паразит қойдың сол көзіне атылады. Әлгі қойдың көзі түсіп, соның орнына мына паразит кіріп алады. Қой жерге құлайды. Біраздан кейін қой есін жиып оянады. Алайда осы жолы қойдың түрі, қарасы да басқаша. Мына зертханалық бөлмедегі адамдарға мұқият қарап көзін алмайды. Вой кавалер болса ерекше қарайды. Әрбір жаңалық Вой кавалер үшін керемет болады. Артур мен Сильвия далада жүр. Артур болса осы болып жатқан нәрселердің бәріне қарсы екен. Біз деген ғалымдарымыз. Ал енді немен айналысып жатырмыз дейді. Сильвия да бұның дұрыс емес екенін түсінеді. Бір кезде олар алыстан Нипсті көреді. Ол бұларға келіп, мен 2 қабатпын деп қуа бастайды. Мыналар болса, сен синтез роботсың, сен 2 қабат бола алмайсың дейді. Оған Нипс ашуланады. Мен сезіп тұрмын деп қояды. Кейін Сильвия жеке Нипспен сөйлеседі. Ер мен әйелдің қосылуы арқылы 2 қабаттық пайда болады деп түсіндіреді. Бірақ Нипс қояр емес. Содан Сильвия тіпті оның құжатын алып көрсетпекші еді, бірақ Нипс мінезін көрсетеді. Тағы да әлгі 8 көзді 8 аяқты еске алады. Қатты ашуланып Сильвияға атылмақ болады. Сонда Сильвия тұрып қарулы адамдарды шақыра қояды. Әскердің біреуіне қарап, бұл қызды бөлмеде қамауда ұстаңыздар дейді. Сиджей болса Вой кавалердің көмекшісі Атомға келеді. Қарындасыммен бірге жіберуін сұрайды. Бірақ Атом рұқсат етпейді. Сен бізде жұмыс істейсің дейді. Сиджей болса, ондай болса мен жұмыстан шығам дейді. Сонда Атом, біз саған ота жасадық, жаңа өкпе бердік. Оның құны бар. Не бізде жұмыс істейсің, не осы өкпенің құнын тауып әкелесің дейді. Сонымен қатар Вендидің қазір адам емес екенін айтады. Олардың бәрі синтездер дейді. Сонымен қалатын болдыңыз ба деп сұрайды. Сиджей болса, жарайды қалам дейді. Вой кавалер болса Вендиді кабинетіне шақырады. Сосын ағасы туралы сұрайды. Біз оны жібереміз дейді. Венди болса, ол жай жүр ғой. Ешкімге кедергісі жоқ. Неге қалдырмайсыңдар дейді. Вой кавалер болса, біз оны қалдыра алмаймыз. Ертең ол кедергі жасайды дейді. Венди қатты жалынады. Мен өзім жауап беремін. Ол кедергі жасамайды. Тыныш жүреді дейді. Сонда Вой кавалер ұсыныс тастайды. Сен бізге ксеноморфтардың не айтатынын біліп бер, ал біз ағаңды осында қалдырамыз дейді. Осылайша Венди келіседі. Тутлс болса Кирш бастығына қарап, мен есімімді ауыстырғым келеді. Мен өзім ғылымға жақынмын. Сондықтан Исаак Ньютон сияқты Исаак деп ауыстырғым келеді дейді. Кирш болса, жарайды, өзің білесің дейді. Исаак болып шыққан жігіт сыртқа шыққанда Слайдер тұрады. Ақырын ғана ішке кірмекші екен. Бірақ Тутлстан қобалжып кету керекпін деп кетіп қалады. Осы кезде Кирш компьютер арқылы Слайдердің әңгімесін тыңдайды. Ол тағы да Моррофпен сөйлеседі. Мен кіре алмаймын дейді. Сонда Морроф әр жақтан анасының үйінде екенін айтады. Әдейі осы анасымен манипуляция жасайды. Сен маған көмектесу керексің. Сен анаңмен бірдеңе болған қаламайсың ғой дейді. Слайдер болса, мен бәрін жасаймын деп жылауға дайын болады. Олардың әңгімесін Кирш тыңдап тұр. Морроф болса, міндетті түрде сен кірмей қой. Біреуді жіберсең болды. Жұмыртқадан бірдеңе шығады да оның аузына жабысады. Ол кісі кейін есін жоғалтады. Сол кезде оны маған әкелесің. Жаңағы кісі біраздан кейін есін жияды. Бәрі жақсы болады дейді. Слайдер уайымдайды. Кирш артынан жұмыртқалар бөлмесіне келеді. Сиджей болса өзінің қарындасымен және басқа да синтездермен әңгіме соғып отыр. Бір кезде Слайдер келеді. Ол Сиджейді көріп, неге мынау отыр дейді. Венди болса, ол менің ағам дейді. Оған Слайдер, неге біздің жақындарымыз жоқ? Неге бізді жақындарымызды шақырта алмаймыз дейді. Оған Сиджей, дұрыс айтасың. Сенің де жақының болу керек дейді. Бүкіл синтездер қосылып кетеді. Неге біздің жақындарымыз жоқ? Біз Вой кавалерден сұрақ алу керекпіз дейді. Түнге қарай Сиджей өзінің бөлмесінде жарасын қарап жатады. Осы кезде сырттан Слайдер оны бақылап тұр. Қақпанға түсіретін адамды тапқан-ау. Венди болса өкпедегі кішкентай ұрықпен сөйлеседі. Дыбыстарды шығарады. Бір кезде мына өкпе жарылып, ішінен үлкейген бөтенің баласы шығады. Венди шошып кетеді. Бірақ артынан қорықпай онымен тіл табыса бастайды. Әлгі бөтенің баласы түсінгендей бері келеді. Венди оның басын сипайды. Кирш қарап тұр. Осылай 3-4 сериялары аяқталады.